Елдің батысына көктем келіп, су тасқынның алдын алуға бағытталған іс-шаралар басталды, ал Ақтөбе облысының Базой ауылына қарғын су жайылды. Қарағанды облысында көп жолаушы қар құрсауында қалып, 500 көлік діттеген жеріне жете алмай қалды. Табиғаттың тосын мінезі тағы кімді титықтатты? Тілшіміз тарқатады. Шалқар ауданының Бозой ауылында күн күрт жылынып, көшеге қар суы жайылды. Қарғын су сорғызылып жатыр. Бұл жұмысқа 24 адам және 16 техника тартылды. Тұрғын үйлер мен әлеуметтік нысандарға қауіп төніп тұрған жоқ. Қазіргі уақытта Бозойдағы көшелердің барлығы тегіс тазартылды. Тұрғындардан сұрайтынымыз, ресми дерек көздерге ғана сенулеріңізді сұраймыз. Және де қосымша сұрақ болған жағдайда жергілікті әкімдік пен тиісті органдарға хабарласуларыңызға болады. Қазымбет ауылы, Үржар ауданы, Абай облысы. Ал Абай облысының Үржар аудандағы бірнеше ауыл демалыс күндері қар құрсауында қалды. 3 күн толассыз жауған қар таулы аймақтағы бірнеше ауылды әбігерге салды. 1,5 метрге жеткен ақ ұлпадан ағаш құлап, электр сымдар үзілген. 13 елді мекенде жарық сөніп қалған. Қазір ауыл мен аудан арасында қатынас бар. Жарықта қалпына келді. Осы Қазымбет ауылына келгелі 15 жылдан уақыт болды. Осы Қазымбет ауылы келгелі қар қалын түсетін. Кейінгі заңға мұна 3 күн бәдірет жауған қар кішкентай қалын түсті. Қарағанды облысында қатты боран салдарынан барлық жол жабылды. Дәрігерлер науқастарға жете алмай жатыр. 77 жастағы зейнеткер Қарқаралы ауданындағы қыстаудан ауруханаға дейін арнайы көлікпен жеткізілді. Облыс жолдарынан 70-тен астам адам құтқарылды. Қарағанды Астана тас жолында 500 көлік кептеліп қалған. Жүргізушілерді полицейлер Ақмола облысының шекарасына аман жеткізді. Аймақта ертеңде күн райы бұзылады. Сондықтан мамандар аса қажеттілік болмаса жолға шықпауды ескертеді. Гүлнар Сидрасул, Эльмира Ержанова, Азамат Кубегенов, 7-ші арна.